Hürmetli Prezidentim Kasım-Jomart Tokayev Kemaloğlu. Men Türkistan kalasının hürmetli azamatı, Қазақстан Ел Uzağı'nın мүшесімін. Ben 30-40 yıldan beri жұмыстармен жұмыс істеймін. İstediğim жұмыстарым асықпай бәрі мына сол мен de Türkistan істегеннен кейін сол тайқазан істеу, макет Ахмет Яссауи, арқылы картиналар, Ұлы Жібек жолы бойынша істейтін жұмыстар. Bunun içinde ben әдемі компаниям істеген екі тайқазаның макеттерін запатентован. Ол кітаптарда шыққан оның бәрі. Өзбекстанда тәлім алдым, Украинада оқыдым, Россияда оқыдым. Бәрі бір күндік жұмыс емес. Міне қазір көрші Өзбекстанда 150 мың шебер бар. Бәріне жағдай жасаған президенттер. Жайларын беріп қойған. А бізде бар жайны алып қойып жатыр бұның бәрінде. Біз мен 2020 жылдан бері жазамын. Міне біздің письмомыз бәрінде. Мен 15 майда сіздің атыңызға заказной письмо біле жібергенмін. Письмомды. Қазақстан Республикасы генерал прокуроры Жібайлы Жемілқұлов қарсы антикор. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза хат жолдағансыз ғой. Жіберген міне мен письмо, міне тұр міне письмо. А бұл письмо келеттаған ел ауыстайды президент тексеруге жібермейді, келеттен облыс әкімді Бейсен Тажибаевқа келеді. Неге келеді письмо? Кім ол Бейсен Тажибаев? Ол генерал прокурор ма, или ол антикордың бастығы ма? Бір мен емес, 15 адам қол бар письмо жібердім ғой мен. Өтінішіңізде не жазылғанын айтып жүресіз ба? Өтініште жазғанда мен жазым берді. Бұл жайлардан біз айтқанымыз, осы ғимаратты Түркістан тұрғанда туристік сала дамыту үшін заңымызда бұрынғы қола шебер орталығында ретінде халықтық міндетін атқару қалдыруыңызды, сонымен бірқатар лауазымдарға құқықты шара қолдан сұрайын деген. Мен 20 жылда 2000 жылмен 2020 жылға шейін мен денсаулық болғаннан кейін қазір мен енді ол жұмыстарды үйде істеп жатырмын. Çünkü практически 3 жылда ешкімге бір шеберге де жай берген емес. Хат жазуда мен жазып жатырмын. Облысқа жазып, қалаға. Берден 5 мартта Турашбеков болды. 2 ноябрьда мен лечение жатқан уақытында делегациямен Турашбеков мен Дархан Амангелдіұлы келіп көріп керегін айтқан. Маған мынандай миниатюра істеп, жұмыстар істеу үшін температура 20 болса, бірде склад болмаса, не болмаса, Керуенсарайда 4 квадрат метріне 120 мың теңгені аренда алып жатыр. Ерте инвестор шеберхана салып жатыр деді мені қазір. Мен оны бәрін көрдім, оның бәрінде. Инвестор ғимарат салып жатыр, бірақ сол сіздерге шеберхана. Бұл коммерческий структура. Шеберге коммерческий струк керек емес, отырып істейді жай. Неге көрші Өзбекстанда бүтін 200 мың долларлық үй жайны салып беріп жатыр президенттер? Неге бізге айландырған 30-40 метр жайымызды қайтып бермейді? Бір емес қой, 15 адам бәрі көшеде қалды ғой. Бұрынғы салған ғимаратты қайта өзімізге қайтарсын деген. Қайтарып сұранамыз. Қалпына келтірсін. Оны қайтадан генерал прокурор тексерсін. Комиссия келгенде мені шақырсын, мен барам оғылдан алдына. Визит центрдан бір Түркістанда мына шеберлерін зататын кішкентай бір выставочный зал жоқ. Выставочный залны қазір анасы қонақ үй қылып жатыр. Әр туристер кіріп шығатын жайлар. Асхана 20 асхана бар Первомай көшеде. Неге бұл халықтың жайын қайтармайды? Мен сұрадым, құрметті президент. Мен қаланы тұрғын азаматымын. Мен қазір шәкірт дайындап жатырмын. Мына жұмыстарды мемлекет кім істейді? Түркістанда бар жоғы 10-15 шебер бар. ЮНЕСКО-дағы Регистан майданындағы бар төшкілеріне шеберлерге бөліп берген президенттің указымен. Бізде бар жайымызды алып қойып жатыр. Кәсіпкер ретінде. Мен мына үйімді қазір 40 квадрат метр мына жайда. 2 склад бар, продукциялар бар. Яғын бәрін көріп жатыр. Мына бұғылы келген екен, рахмет бұғылы. Кеше берген информацияда шеберлерге уақытынша жай берді. Қайсы шеберге жай берді? Турашбеков. Ешқайсына берген жоқ жайды. Бірінші төбеде алла, мен бәрін білем. Мен түрді туылып өскеннен кейін бәрін білем мен. Полный анархия туризм бойынша. Сондықтан, құрметті президент, мына үшін Түркістанда тексерсеңізде, не только біздің үшін, бәрі жұмысты тексерін сұранам. Бізді жайымыз қайтарып сұраймыз. Неге байлар бөліп алады? Бәрі қазір инвестор дейді. Қайсы инвестор келген? Біз неге танымаймыз оны? Ол инвестор тегінге бере ма? Керуенсарай 4 квадрат метр 125 мың. Жалпы үкіметтен сіздерге қолдау қажет қой? Номер один. Выставкаларға барамыз. Өзіміз есебімізден барамыз. Бір сом пұл бермейді біздерге оларға.
Men mine 4 yıl boldu 70'ge tolgandan keyin barmay koydum. Densaglığım bolmagandan keyin. Biroq mening armanim şagird dayandap şagird kalsa, bizden iz kalsa, Türkistan'da, Kazakistan'da biz damıtsak. Men Ulu Jibek Jolunda Taraz'da, orada basını, Türkistan'da, Korkut Atanı, Beket Atanı, bärini istegen jumuşlarni bärini. Выставкаларда. Angliya выставкасында, Fransiya выставкасында, Seulda, Özbekistanda, Rossiya выставкасына катышканмын бәрінде. Бәрінің документтер бар менде бәрінде. Барлығы өзіңіздің қаражатыңызға қатыстыңыз ғой. Ешкім берген жоқ, бір сөз бермеді. Барасыңдар дейді, барасыңдар. Выставка, мына қаладан да бірақ выставка болса шеберлерін шақырып алады. Құрметті президент, мына сол жұмысқа көмек беріңізді, жайын қайтарып, бізге шеберлер ауылын жасап беріңіз сұранамыз. Жұмысыңызды алға бастың, елге қызмет қылың. Біз дайын сізбен біргеміз.